Президентіміздің аймақларда қауіпсіз орталықты қалыптастыру һәм жәмиетлік қауіпсіздікті нәтижелі тәминлеу бойынша үлгілі әмелиятты жарату бағдарында белгілеп берілген вазипаларынан келіп шығып, құқықты қорғау ұйымдары тарапынан елімізде жинаятшылық һәм құқық бұзарлықтардың алдын алу бағдарында бірқатар істер әмелге асырылмақта. Міне осындай жұмыстар шеңберінде пайтақтымызда аял қызлар арасында құқық бұзарлықтардың алдын алу бойынша мен күшлі хаялман профилактикалық ілажы өткерілді. Шаңырақлық қатынасқылар шеңберінде құқық бұзарлықтардың алдын алу, аял қызларды социалдық құқи жақтан қолдап қуаттылау мақсатында Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі тарапынан жүргізілген мен күшлі хаялман атамасындағы профилактикалық ілажға құқықты қорғау ұйымларынан һәм Қарақалпақстан Республикасы Шаңырақ һәм аял қызлар комитетінен жауаплы қызметкерлер қатынасты. Зорлық һәм зұлымдықтан жәбір көрген аяларға психологиялық һәм құқи жәрдем көрсету, тұрмыста қиын жағдайға түсіп қалған аяларды кәсіпке бағдарлау, іспілермелік іскерлігін басылауына көмек беру сияқты мәселелер бойынша пікір ұсыныстар білдірілді. Ushbu profilaktik tadbirni o'tkazishning bosh maqsadi oila turmush doirasida qiyinchiliklarga uchragan hamda huquqbuzarlik va jinoyatlarning jabrlanuvchisiga aylanib qolgan ayollarning ro'yxatlari shakllantirilib, ular bilan manzilli ishlarni tashkil etish hamda respublika miqyosida olib borilayotgan bu tadbir barcha tuman va shaharlarda ham o'tkazilishi belgilangan. Мен бақытлы аялман жойбары жәмиетте өз орнын табу үшін әрекет етіп отырған аял қызларға көмек беру мақсатында үлкен жолға шыққан каруан саналады. Жойбары шеңберінде аял қызлардың мәнділігін тәминлеу арқылы олардың арасында құқық бұзарлықтардың алдын алу бағдарында бір қатар вазипалар белгіленген.